Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз осы тауарларға распаковка жасайтын боламыз. Бұл менің 2023 жылғы алғашқы берген заказым. Қолыма 10 күн дегенде жетті. 6 күні заказ берді. 16 күні қолыма алдым. Егер сіздер таңдаған карголарыңыз жауапты болса, дәл осындай 20 граммдық заттың өзін жоғалтпай сіздерге қолдарыңызға жеткізеді. Сондықтан карго таңдаған кезде міндетті түрде тексеріп, условиясын бәрін сұраңыздар. Мінекей, мен осындай жасанды тіске заказ бергенмін. Салмағы небәрі 20 грамм. Товар салғанда осындай купонмен бірге салып жіберіпті. Бұл купон арқылы сіздер магазиннен скидкамен товарлар ала аласыз. Бағасы бұл товардың 5 юань, яғни 5 юань теңгеге айландырғанда ол примерно 200 теңге. Весімен, салмағымен примерно ол менде 500 теңгеге шықты. Доставкасымен бәрін есептегенде. Енді келесі мына товарымды ашып көреміз. Бұл менде наушник болу керек. 2 наушникқа заказ берген болатынмын. 2 наушниктің әрқайсысымен 14 юаньнен сатып алдым. 14 юаньмен сол бізде 980 теңге қазіргі курспен есептегенде. Мына наушникпен астында тұрған кофта екеуі бірге келген болатын. Екеуін бірге өлшегенде менде 400 грамм болды. Ол 400 граммға мен 1300 теңге төледім. Мінекей, қазір ашып көрейік мына наушникті. Ішінде комплект бар ма, жоқ па? Мінекей. Осындай наушникке заказ бергем. Мынау зарядкасы. Міне. Описаниясын оқыған кезде менде бұл сенсорный болған, яғни барлық телефонға келетін зарядкасы. Продавецпен сөйлескенде маған толық зарядтасаңыз 5-6 сағатқа жетеді деген болатын. Крышкасы отдельно емес. Өзім әтей сондаймен заказ бердім. 2 штук заказ бердім деген болатын. Екіншісін ашып көреміз. Қара түсіне заказ бергем негізі. Сыртынан қарасам ақ сияқты. Кейде продавецпен дұрыстап сөйлеспесеңіз, сіздерге осылай шатастырып салып жіберуі мүмкін. Жолдасымыз екеумізге алғанбыз, чтобы екеуміз үйде шатаспау үшін 2 түрлі түсіне заказ берген, бірақ бірдей қылып салып жіберіпті. Жарайды, енді ештеңе етпейді. Келесі товарымызды ашып көрейік. Жаңағы наушниктің инструкциясы қытайша. Енді келесі товарымызды ашып көреміз. Ол бізде мужской кофта болу керек. Яғни жұппен бірге келетін товарлардан заказ бергенмін. Бір кофта алсаңыз, екіншісі тегін деген. Бірақ өкінішке орай, мына жерде бізде бір кофта қана екен. Продавец екіншісін салмапты, тек бір түрін ғана салып жіберген. Товардың біреу екенін көріп, бірден продавецке жаздым. Сіз маған тек бір товарды қана салып жіберіпсіз. Келесі осы товардың жұбын маған салып жібересіз ба деп, но менде продавец түсінген жоқ. Сіз менің магазиннен сатып алған жоқсыз деп мойындамады. Сосын мен осылай отсып жазып жібердім, бір звездочка қойып. Ертеңінде маған Пиндуаның поддержкасы осы товардың жарты бағасын қайтаруға келісті. Яғни мен 18 юаньімді қайтарып алдым. Түнде, таңертең жазды, түнде уже толық ақша менің голдыма түсті. Жолдасым киіп көрген фотосы, қандай размер заказ беру керек екенін мен продавецтен жолдасымның бойын және салмағын жазып жібердім. Ол продавец маған қандай размер заказ беру керек екенін айтты. Сол размерді заказ жасадым. Тура келді. Мына наушник өзіме ұнады. Зарядкасы 7-8 сағатқа жетеді. Егер сіз WhatsAppпен сөйлесіп, жаңағы Instagramдағы видеоларды көріп отырсаңыз, сізге бір күнге негізі толық жетеді. Бағасы бұл наушниктің келуімен, доставкасымен общий бағасы 1800 теңгеге шықты. Осындай распаковка видеолар сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алда талай распаковка жасайтын боламын.